Өздерінің несін алып кетші шубалар. Там женский шуба, мыняқта жоғарыда көрсетемін сендерге. Мына клин шуба ғой. Оригинал дейді. Не знаю, оригинал, не оригинал. Надо посмотреть оригинал шубы. Да, зимние виды. Мында қыс болмайды, поэтому шетелдің азаматтар келіп алады. Мына бірақ шубалар, шыны керек шуба бар ғой. В принципе, біздікіндей шубалар сияқты, мына әйелдердің шубасы. Астында ерлердікі. Мына шубалар примерно 27.650 дейді да, мына шубаның құны. $27.000. Прикинь, $27.000. Это сколько? Қаншама? Почти бір үйді. Енді байлар алады ғой бұяқтан, Дубайдан. Арзандау екен, 5.650. Мен өзіме куртканы киіп көрдім. Как шуба, кожаный ғой, шуба емес, кожаный. Соны киіп көргенде ол $1,200 деп тұршы. Бірақ сразу $500 берем деп тұр ғой, прикинь. Сама торговать етсем, может $200 алып кетем ба. Білмеймін, бірақ енді ол куртка бар, бізге ондай қажет емес. Маған ұнаған қазір куртканы көрсетемін. Маған қандай куртка ұнаған. Қараңыздар. Мына куртка ұнады. Мынақтай мужской куртка ғой. Мына куртка ұнады маған. Киіп көрем. Көрсетемін, қараңыздар. Қараңыздар. Опа. Тұра ма екен? Оп, тұрды. Все. Бақ қалмасын соткым. Ойба, кетті. Так, сотка құлаватыр. Сіздерге кигізіп көрсетейін. Өзімдікін. Енді Дубайға келгесін обязательно бір камераға түсіруіміз керек қой. Каждый раз түсіре бермейміз, каждый раз келе беретін возможностьтар болмайды. Так, түсіп тұрмын ба өзім? Қараңыздар, опа! $500 негізі $1,200 бірақ $1,200-дің мына куртка осылай.